бәріміз ақырын ғана жағаға шығайық. Неге кетіп қалдыңдар? Құлап түссекші. Сендерге мектепте ережелерді айтпады ма? Білмеймін, айтпаған сияқты. Ал бізге құтқарушы келіп, бәрін айтып берді. Балалар, қыста көшеде жүру тәртібі басқа мезгілдерге қарағанда өзгеше. Серуен қауіпсіз әрі қызықты өту үшін бірнеше ережені есте сақтау қажет. Қалың киіну керек. Қалпақ, мойын орағыш, қолғап. Көлік өтетін жолдан алысырақ жүрген жөн. Қар үйіліп тұрған жерде ойнауға болмайды. Арасында ағаш діндері немесе өткір заттар болуы ғажап емес. Бірақ қазір біздің істеп жатқанымыздың бұған қатысы жоқ қой. Мен енді ғана бастадым ғой. Құтқарушы өте көп нәрсе айтты. Мұз бетіне жалғыз шығуға болмайды. Оған қоса, құтқарушы қараңғыда мұз бетіне шығуға болмайтынын айтты. Сондай-ақ, даланы тұман басып, не қар жауғанда мұқият қарасаңыздар, мұз беті әлсіз екенін байқайсыздар. Егер мұз бетінде тұрғанда ол шытынап кетсе, шұғыл әрекет етіп жүгірмеген абзал. Жерге жатып, келген жаққа қарай жылжып қайту керек. Егер мұз бетінде қозғалыс ізі көрінсе, сонымен жүрген дұрыс. Егер көз алдыңызда мұз жарылып, адам суға құлап кетсе, дереу құтқару қызметіне хабарласыңыз.